Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін эклер пирожныйын дайындайтын боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қазанымызға су құйып, үстіне шым-шым тұз қосып, сары май салып қайнатамыз. Қайнап жатқан суымыздың үстіне ұнды араластыра отырып саламыз. Өте жылдам араластырып тұруымыз қажет. Салған ұнымыз түйіршіктеліп қалмас үшін жылдам араластырамыз. Және қамырымыз пісіп қалмас үшін осылай жылдам араластырып тұруымыз қажет. Одан соң пештен алып, үстіне бір-бірден жұмыртқаны сала отырып, сұйықтау масса болғанша араластырамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видеорецептерім ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып және подписация батырмасын басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Міне осылай әрбір жұмыртқаны сала отырып араластырамыз. Осындай сұйықтау масса шығады. Енді қайнатпалы қамырымызды осындай силиконды кондитерлік мешокқа салып аламыз. Әрі қарай пергамент төселген формаға эклерімізді құйып шығамыз. Қызып тұрған духовкада ең алдымен 210 градуста 5 минуттай пісіреміз. Одан соң 180 градусқа қойып 25 минуттай пісіріп аламыз. Міне эклер пирожныйымыз пісіп шықты. Енді суығаннан кейін өз қалауыңызша әртүрлі крем жасап, ішіне салсаңыз болады. Менің каналымның дамуына үлес қосып, осы видеоны поделиться батырмасын басып, құрбыларыңызға, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Мен эклерге қайнатпалы кремді жасап, эклердің шетін пышақпен тесіп, кремді құйып шықтым. Менің YouTube каналымда осы қайнатпалы кремнің жасалу әдісі де бар. Осы эклер пирожныйына қажетті заттардың құрамын осы видеоның астында описание бөліміне жазып қойдым. Міне осымен эклер пирожныйымыз дайын. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.